білімін анықтау, тестілеу ұсынылды. Енді мен сөзімнің алдында бір деңгей деген деңгейлерге тоқтағым келеді, себебі көптеген сұрақтар болады. Өздеріңіз білетіндей, қазақ тілін оқыту мынандай белсенді түрде 1980 жылдан жүргізіледі қазақ тілін оқыту. 1989 жылдан тарихына келетін болсақ, қазақ тілін оқытуды орыс сыныптарында оқытуды енгізілді Қазақстан Республикасында. Сол кезден бастап бізде қазақ тілін оқытудың 3 деңгейі болған: қарапайым деңгей, жалғастырушы деңгей және жоғары деңгей деген 3 деңгей болған. Алайда Қазақстан бір орында тұрмайды. Қазақстанның білім беру мекемелері шетелдік технологияларды, шетелдің озық технологияларын зерттеу арқылы бізде деңгейлік оқыту енгізілді. Ол деңгейлік оқыту ең бірінші рет 2011 жылдарға арналған Мәдениет және спорт министрлігінің мемлекеттік бағдарламасында болды. Ең бірінші рет енгізгенде біз сол жерде мысалы жоғары оқу орнын бітірген түлектердің деңгейі С1 деңгейінде болу керек деп, осы деңгейлер енгізілді. Академия жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беретін арнайы оқу орны. Сондықтан біздің академияға барлық қазақ тілін оқыту деңгейінен өткен адамдар оқуға келеді. Олар мектепте қазақ тілін оқиды, жоғарғы оқу орындарында оқиды. Сонан кейін әбден тәмамдағаннан кейін академияға келеді. Өкінішке орай, академия біздің түлектердің білімін, тілдік білімін толығымен мониторингтан өткізеді. Бізге оқуға түскенде, бұл жаңадан биыл біз тестілеуді енгізіп жатсақ та, бұл үрдіс баяғыдан бар үрдіс академияда. Оқуға түскеннен кейін олардың тілдік білімі тестілеуден өткізіледі. Сонда өкінішке орай біздің әртүрлі мәселелерге байланысты, мысалы әдістеме мәселесіне байланысты, соның кейін кей жерде орыс мектептеріндегі, қазақ мектептеріндегі оқыту үрдісіне байланысты біздің түлектер көбінің тілдік деңгейі өте төмен деңгейде болып жатады. Оны жасырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Екінші мәселе, мен тоқтайын деген сөзім басында, академияда филология факультеті жоқ. Академияда мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау, соңғы магистратура және докторантура бөлімдерінде оқыту. Сондықтан біздің оқыту бағытымыз тек қана кәсіби бағыт. Мысалы, академияда неше институт бар? Бізде дипломатия институты болса, олар өздерінің дипломатия саласына, өзінің кәсіби қызметіне керекті мәселені оқығысы келеді. Басқару институтына түскен адамдар өздерінің басқару саласында қолданатын терминологиясының, өздерінің мемлекеттік бір нормативтік құқықтық актілерін солармен жұмыс істегенде қазақша сөйлеулері келеді. Мысалы, мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебіндегі түлектер, олар саясатпен айналысып жүрген адамдар, олардың сөйлеу сөзі саяси бағыт болу керек. Көпшілікте көбінесе мынандай қазақ тілі мәселесі десе, академияда филология факультеті бар секілді бір ұғым пайда болған қоғамда. Сондықтан олар ойлайды, филологияға оқытамыз деп. Академия филологияға оқытпайды. Сондықтан бізде тілдік құзыреттілік деген нәрсе бар. Тілдік құзыреттілік дегеніміз басқару саласының маманы басқарудың құзыреттілігі болу керек. Дипломатия саласының маманының дипломатия саласындағы тілдік құзыреттілігі болу керек. Саясатпен шұғылданып жүрген мемлекеттік қызметшілерде оларда саясаттық тілдік құзыреттілігі болу керек. Бұл дегеніміз мектептің академиялық білімі емес, бұл дегеніміз академияға көптеген мынандай жауапкершілікті арттырады. Академияға жауапкершілікті арттырады. Сондықтан 2006 жылдан бері әртүрлі бағдарламаларда жүрген мемлекеттік тілдің сабақтары бізде, мен мысалы өз басым 2006 жылдан осы жерде жұмыс істеймін академияда. Содан бері біз мына қоғам сұранысына байланысты, қоғам дамыған сайын біз өзіміздің бағдарламаларымызды
дамытып келе жатырмыз. Бағдарламаларымызды мынандай кәсіби салаға бейімдеп келе жатырмыз. Сондықтан бізде мына мемлекеттік бағдарламаға кірген деңгейлерді алдық. Е1, Е2 деген ол қарапайым деңгейдің орнына, Б1, Б2 деген ол орта деңгейдің орнына, бағана мен айтып келе жатқан ол Қазақстанда бар деңгейлер, С1, С2 деген ол енді ең жоғары жетік деңгейлер. Сол деңгейлерге біз егер мемлекеттік бағдарламада жазылғандықтан 2000 осы мемлекеттік бағдарлама шыққаннан бастап біз сол деңгейлерге сүйендік. Деңгейлерге сүйенгенде біз шетелдік тәжірибені толығымен зерделедік, көбінесе цифр бойынша. Қазақстандағы барлық жоғары оқу орындары соған сүйенеді, соның тақырыптарын алады, сол бойынша тестілеу жасайды. Содан кейін біздің отандық өздеріміздің стандарттарымыз, үздіксіз білім беру профессор Оразбаеваның стандарты, сол кісінің басшылығымен жасалынған стандарт, содан кейін жоғарғы оқу орындарына арналған стандартты түгел қарап шығып, өзіміз жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім берудің кешенін жасадық. Академия ректоры Ерлан Қуанышұлының басшылығымен біздің 2006 жылдан бері оқытылып жатқан нәрселеріміз бір жүйеге келтіріліп, осы оқу жылынан бастап, енді олар оқыды ғой, жоғары оқу орнында оқыды, мектепте оқыды, сондықтан біз олардың білім деңгейін анықтап алып түсіреміз. Олардың білім деңгейі қандай екен. Бірақ та мен сөзім басында айттым, академияда филология факультеті жоқ деп, қазақ тілде терең оқытуға біздің мүмкіншілігіміз жоқ. Сондықтан біз оқуға түсетін түлектердің біздің алдымызда оқып келген деңгейін анықтауымыз керек. Сондықтан біз бір Б1 деңгейі, ол орта буынның басы. Сол Б1 деңгейін алдық. Сол Б1 деңгейінің тестілеуін жасадық. Оны бізге дейін не білетінін анықтаймыз. Сонан кейін бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, онлайн технологиясы бойынша біздің тесттеріміз онлайн түрінде алынады. Бүгінгі күні біздің түлектер тапсырып жатыр тесттерді. Өзімізге зерделейтін бір проблемалар да бар, жақсы жақтары да бар. Қазіргі біздің ұсынған ресми қазақ тілі тесті 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі ол адамның қалай тыңдайтыны, мысалы, тыңдау арқылы өзі қалай жауап беретіні тексеріледі. Екіншісі лексика, сөздің мәнін қалай біледі екен, терминдарды біледі екен, терминдермен қалай жұмыс істейді екен, соның мәнін түсінеді екен, соған арналған лексика, грамматика бөлімі. Үшінші бөлім жазылым, төртінші бөлім сұхбат. Енді тест тексеру барысында мынандай қорытынды жасауға болады, бүгінгі эфирде де жасауға болады. Біріншісі, мысалы, тыңдалымды біз жалпылама тыңдаймыз, жауап бере аламыз. Лексика, грамматикадан біздің біліміміз, мектептегі жоғары оқу орнындағы білімдерімізді қолдана аламыз. Көбінесе біздің бүгінгі түлектеріміздің қиналып жатқаны жазылым мен сұхбат. Біздің мектеп жоғарғы оқу орындары мәтін түзу, мысалы, біздің оқытатын нәрсеміз ол ресми стиль. Мен айттым, біз кәсіби бағытпыз деп. Сондықтан ресми стильді ғана оқытуға біздің ресми стильде сөйлеу, ресми стильде тыңдау, ресми стильде жауап беру, содан кейін ресми стильде сұхбат беру, ресми стильді ғана аламыз деп айтпаймыз, бізде ғылыми стильде жүреді бірге, себебі бізде докторантура бар. Сондықтан ғылыми ресми стильде мәтін түзу деген өте қиналып жатқан проблема. Себебі біздің тест тапсырып жатқан адамдарымыз көбінесе жалпылама жаза береді. Ол жерде тапсырма тұр. Сіздер 5 сөйлемдік мәтін құрастыруларыңыз керек. Содан кейін мәтіндеріңіз жалпылама болмау керек. Мәтіндеріңіздегі бірінші өздеріңіз бірнеше бөлікке 5 сөйлем болса да бірнеше бөлімге бөліп алуларыңыз керек. Бірінші сіздерде кіріспе ой болу керек. Содан кейін сіздер сол тақырыпты ашуларыңыз керек. Сіздерге ұсынған бірақ сөйлемді нақыл сөздер. Мысалы, бір сөйлемді нақыл сөздер бізде ұсынылды. Барлық нұсқаларда осы жылы ол нақыл сөздер біздің елбасының нақыл сөздері, ол Қазақстан Республикасына белгілі жазушылардың нақыл сөзі, немесе бір мақал ұсынылған ресми стильдің мақалы. Соны сіздер 5 сөйлеммен өз көзқарасыңызды білдіре, өз бағалауыңызды беріп, жазып шығуыңыз керек. Сонда біздің жазатын көбінесе біздің бір 50%
іштерінде мен айтпаймын барлығы да нашар жазып жатыр деп, кейбір адамдар, кейбір біздің түлектер өте жақсы білімдерін көрсетіп жатыр. Бізде ішінара С1 деңгейі де бар. С2-ні мен өз басым көрген жоқпыз. Біз бірнеше эксперт отырмыз, сарапшы, сондықтан мен өзімнің тексерген жұмыстарымды айтып жатырмын. Но көбінесе барлығымыз 60%-ымыз жалпылама жаза саламыз. Сонан кейін сұхбат пен жазылым бөлімі бірге. Сұхбат жазылым бөлімінде ашылмаған өзектілік туралы, ашылмаған мынандай бағалау жұмысы туралы, өзінің көзқарасын білдірмесе, сол сұрақтарды компьютер өзі қояды. Компьютерде қояды сол сұрақтарды, соған жауап бергенде біздің түлектеріміз тағы да тура жауап бергіміз келмейді, жалпылама жауап беріп жатыр. Ал сұхбат пен жазылым біздің оқуымызда қажет, өте қажет нәрсе. Себебі академияда оқитын біздің магистранттар, докторанттар, тыңдаушылар өз ойын айту, көпшілік алдында шығып сөйлеу, жай сөйлеу емес, жалпылама. Біз ондай өмірден кеткен секілдіміз, қоғам мүлдем қазір ешкімді тыңдамайды. Жалпылама сөйлейтін, нақты шешім сұрайды, нақты ойды сұрайды, нақты көзқарасты сұрайды. Сондықтан мен ойлаймын, осы сұхбат пен жазылымды мектеп, жоғары оқу орындары өз деңгейінде мамандарға игертпейді. Мен ондай қорытындыны жасай аламын. Қысқаша тесттер туралы айтсам осы. Енді сіз мынандай сұрақ қойдыңыз, агенттікке жұмысқа кірудегі тестілеуден қандай айырмашылығы бар деп. Ол тестілеуден айырмашылығы, енді мен ойлаймын, бұл алдағы уақытта біз бірге жұмыс істейміз деп, агенттіктің тестілеуімен бірге жұмыс істейміз деп ойлаймыз. Олардың да ойларынша, олардың да көзқарасы бойынша ол жерде жүрген лексика-грамматикалық тестті интервью, сұхбат және жазылымға өзгерту қажет деген жылдан жылға айтылып келе жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, сол тестілермен де біз алдыңғы уақытта жұмыс істейміз деп ойлаймын. Себебі мамандардан, мемлекеттік қызметке келетін мамандардан аналитикалық, сараптамалық, басқа да жазылым қағаздарын дұрыс жаза ала ма, жай ғана аудармамен айналысып отыратын мемлекеттік қызметші бола ма, әлде өзінің бір пікірлері бар, өзі мәтін құрастыра ала ма деген нәрсені тексеру қажет секілді. Біздің тестіміз 30 минуттық уақыт алады. 30 минуттың ішінде біз оларды тыңдау деңгейі қандай екен, сонан кейін сөйлеу, лексика, грамматиканы қалай біледі екен, 5 сөйлемді жазып шыға алады екен, қалай жаза алам екен, сұхбат сол жеткілікті. 30 минут уақыт тестке берілетін, маманның қандай деңгейде тілін білетінін автоматты түрде тексеріліп шығарылады. Рахмет сізге, Назигүл Тұрысбековна. Сіз енді автоматом түгелін айтып бердіңіз, сұрақта қалған жоқ. Бірақ менде мындай бір сұрақ бар. Біздің де көрермендер осындай сұрақты қойып жатыр. Әртүрлі тілдік курстарда көбінесе жоғары оқу орнындағы қазақ тілінің теориялық білімі оқытылады дейді. Ал сіздердің ресми каз тесттеріңізден өту үшін қай жерде және қалай оқуға болады деп сұрап жатыр. Мен енді бұл сұраққа былай жауап бергім келеді. Біріншіден, академия жалғыз өзі ғана ресми каз тест, негізі ресми стильге оқыту деген барлық стандарттарда бар. Тіпті мектептің жоғарғы сыныптарына ресми стильді оқытады. Мәтін құру деген мектептің мәселесі, негізі былай алсақ. Мектепте үйрету керек. Оқуды бітіретін кісіге эссе жазуды, кәсіби мәтін құрастыруды, мамандық бойынша мәтін құрастыруды, жай жалпылама жаза беру емес. Мен осындай жоғары сыныпта оқимын, мен өте жақсы оқимын, мен осыған оқуға түскім келеді, ол үшін мен осылай түсе салам деген секілді мәтіндер емес. Ресми мәтін құрастыру, ғылыми мәтін құрастыру бар. Сондықтан жоғарғы оқу орындарының стандарттарында және бағдарламаларында толығымен кәсіби білім беру деп тұр. Өкінішке орай жазылым бізде барлық буындарда ақсап жатыр. Енді қайдан оқуға болады дегенде, мен ойлаймын, Қазақстан Республикасында 130-дай тіл орталықтары бар екен. Ол тіл орталықтарын үйлестіріп отыратын бізде Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты тіл қазына деген орталық бар. Ол Мәдениет және спорт министрлігінің орталығы. Сол орталықтардың академия ашық негізі. Әдістемелік курстар қажет болса, біз береміз. Бірақ та сол орталықтар дайындайды, ресми осы деңгейлерге дайындайды. Е1, Е2, Б1, Б2, С1, С2 деңгейлеріне дайындайды.
академия тарапынан, мысалы, біз жазып жатырмыз қазір тілден Б1 деңгейін ала алмай қалған магистрант түсетін түлектерге жазып жатырмыз. Сіз егер академияға оқуға түссеңіз, қыркүйек айына дейін өзіңіздің деңгейіңізді көтеруіңіз қажет. Ол үшін сіз кез келген тіл орталығында немесе академияның қашықтықтан оқыту курстарында оқып, деңгейіңізді көтере аласыз деп. Сондықтан мен ойлаймын, ол барлық орталықтар дайындау керек. Бірақ сапасына жайлы мен ештеңе айта алмаймын, себебі ол орталықтардың қалай дайындайтынын мониторингтан өткізгеніміз жоқ. Егер концепция жұмыс істеп, жылдан жылға біздің осы тестированиямыз енгізілетін болса, мен ойлаймын, тіл орталықтарына да көмек беру керек шығар деп. Назигүл Тұрысбековна, рахмет сіздің осындай жауабыңызға. Келесі сұрақ мындай. Мемлекеттік тілді үйренемін деушілер сіздерден оқи ала ма? Қанша тұрады және ақпаратты қайдан алуға болады? Біздің мемлекеттік басқару академиясында курстарды өтем деушілерге. Негізі ресми стильдің жазылымы, ресми стильдің тыңдалымы, ресми стильдің оқылымы, көпшілік алдында сөйлеу және коммуникациялар стратегиялар деген курстар өте біздің мемлекеттік қызметшілерге көбінесе өте танымал курстар. Себебі кешке жақын бізде кешкі курстар бар. Кешкі курстарға мемлекеттік қызметшілер жазылып жатады, оқып жатады. Содан кейін мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен 2016-19 жылдары біз сондай семинарлар өткіздік. Министрліктер көбінесе орталық басқару органдарынан бізде семинарларға қатысты, бүкіл мемлекеттік қызметшілер. 2016 жылы біз 300 адам оқыттық, 2017-де 580 адамдай оқыттық, 2018-де біз 710 адам оқыттық, 2019-да біз 1148 мемлекеттік қызметшіні оқыттық. Содан қорытынды мынандай шығардық. Біз оқытуды жүйесіз түрде жүргізеді екенбіз. Ол біз академия ғана емес, бүкіл орталықтар бағанағы айтып жатқан орталықтар, тіл орталықтары. Сондықтан, мысалы, мемлекеттік қызметке келді ме, ересек аудитория ма, олардың білім деңгейін анықтау керек. Білім деңгейі анықталғаннан кейін, мысалы, академия оқыту ұйымдастырады. Оқытуды біз Б2-ден бастаймыз. Б2 ол магистратура және докторантураның бағдарламасы. Сонан кейін Б2-ден біз оқытамыз, ол оқыту деңгейі деп аталады. Академиялық жазылым және көпшілік алдында сөйлеуге оқиды. Магистратура және докторантура оқиды. Ол жерде біз ресми іскерлік қазақ тілі деген курс ұсынамыз. Ресми іскерлік қазақ тілінің ішінде барлық стиль, ресми стильді ашу, ресми стильдің сөйлемдері, ол сөйлемдер бойынша мәтін құрастыру, көпшілік алдында сөйлеуге дайындалу, көпшілік алдында сөйлеу, сондай бүгінгі күні қоғамға қажетті қандай сөйлеу түрлері бар, ол баяндама, ол тезистік баяндама, ол дегеніміз жай сөйлеу мүмкін, сондай ой білдіру, шешім шығаратын ой білдіру, сөйлеудің түрлері өте көп, біз соны ұсынамыз. Сыбыр деңгейін біз қайта даярлау деңгейі деп атадық. Оны біз мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік тілде кәсіби жазу, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру үшін ұсынамыз. Сыбыр деңгейіне бізде қайта даярлау курстарына келген барлық мемлекеттік қызметшілер өтеді сыбыр деңгейінен. Өздеріңіз білесіздер, 3 жылда бір рет барлық мемлекеттік қызметшілер академияның курстарынан өтеді. Сол жерде біз қайта даярлау курстарына осы сыбыр деңгейін ұсынамыз. С2 деңгейі дегеніміз ол біліктілікті арттыру деңгейі. Біліктілікті арттыру семинарларын біз жыл бойы ұйымдастырамыз. Оны мемлекеттік қызметшілердің жазылым коммуникациясы, шешен сөйлеуі деген біліктілікті семинарлар қарастырылған. Бұл С2 деңгейі дегеніміз қандай деңгейлер? Біздің көпшілігіміз, мысалы, көбінесе қазақ мектебін бітірген тыңдаушылар ересек аудитория. Қазақ мектебін бітірген ересек аудитория. Қазақ тілін біледі, бірақ та қазақ тілін ауызекі сөйлеу стилінде ғана біледі. Мысалы, көркем әдеби шығарма стилінде ғана біледі. Көркем әдеби шығарма, жалпылама сөйлеу, жалпылама ойды жеткізу. Ашын жалпылама сөйлей саламыз, бірдеңені айта саламыз. Өзіне жауапкершілікті алмай, жай айта салады. Мен бұл мәселемен таныспын. Сонда біз айтамыз, сен бұл мәселемен қалай таныссын, неліктен таныссын дегенді аргументті сөйлеулері келмейді. Сондықтан бұл біліктілікті арттыру семинарларына ұсынылып жатқан бұл нелер, С2 деңгейі дегеніміз бұл аргументті сөйлеуге үйрену.
үйрету. Жазылым коммуникациясы, жазу арқылы коммуникация жасау және шешен сөйлеу, аргументті сөйлемдер, аргументті баяндамалар арқылы сөйлеу. Осындай біздің курстарымыз жұмыс істейді. Академия негізінен ашық, оқимын деушілерге, бірақ та мен айтпаймын барлығы тегін деп. Тегін курстар, барлық жерді біз шақырамыз, соң кейін тегін курстар келіп оқыңдар деген мен ондай өзіме жауапкершілік алмаймын. Бізде кешкі курстар бар. 1 сағаттың төлемақысы 941 теңге. Нарықта ең төменгі баға 941 теңгеге сіздерге ешқандай мынандай доцент, профессор сіздерге сабақ бермейді 941 теңгеге. Бұл мемлекеттік қызметшілердің сұранысы бойынша жасалынған курстар. Кешке жұмысын аяқтағаннан кейін кез келген жазылам деген адам бізге сайтқа жазылады. Сайттан осындай курсқа жазылғым келеді, осындай, ол жерде деңгейлік курстар да тұр, содан кейін осындай біліктілікті арттыру курстары да тұр, қайта даярлау деңгейінің курстары да тұр, содан кейін академиялық жазылым және көпшілік алдында сөйлеу курстары да тұр. Кешке жақын келіп академиядан білім ала алады. Мысалы, былтырғы жылы бізде сағат 7-де мемлекеттік қызметшілер өздері топ құрып, сағат 7-де басталсыншы сондай курстар деген қолдау айтып, өздері қолқа салып, сол 7-ден 8:20-ға дейін осы жерден курстан оқыды. Ағылшын тілі курстары да, қазақ тілі курстары да, мемлекеттік тілдің курстарында дайындау бар. Бірақ та мен қайталап айтамын, басқа тіл орталықтары да, Қазақстан Республикасындағы басқа тіл орталықтары да, мен мынандай нәрсені айтқым келеді, академияның 16 филиалы бар. Біз ол филиалдарда тіл мамандарын оқытып жатырмыз. Ол жердегі сабақ беретін адамдар осы біздің ресми стиль бойынша сабақ береді. Осы біздің дәл бірізді бағдарламамен, біздің бағдарламамен ол кісілер онда барады. Ол жерде қазақ тілінің мәселесі жоқ. Ол жерде түгел мынандай кәсіби бағытқа арналған бағдарламалар. Кәсіби бағыттың сөйлеуі, кәсіби бағыттың жазылымы, кәсіби бағыттың тыңдалымы, сол түгел кәсіби бағытқа арналады. Біз өз мұғалімдарымызды филиалдарда дайындап жатырмыз. Әзірше әр филиалда бір оқытушы дайындалып, әзірленіп, әдістемелік жағынан жұмысқа алынған. Енді қажет болса, мысалы кешкі курстар, тағы бір курстарға қажет болса, тағы да оқытушылар әзірлейміз. Сол оқытушылар, академияның сертификаты бар оқытушылар, содан кейін бұл курстарға да әзірлейді деп ойлаймын. Солай бүкіл Қазақстанды қамтуға болады. Содан кейін бізбен қатар басқа тіл орталықтарда осыған талпыну керек секілді. Ересек аудитория қазір бұрынғы секілді емес, дайын грамматикалық материалды түсіндіріп, қазір өкінішке орай біздің оқуға келгендердің көп айтады. Мен анандай курсқа бардым, мынандай курсқа бардым, грамматикалық мәтінді ашып қояды, немесе алфавиттен бастайды, мен ол алфавитті баяғыдан білем. Сондықтан маған жұмысыма қажетті нәрсені алайын десем, жұмысыма қажетті нәрселерді ала алмаймын мұндай курстардан. Сондықтан мына біздің қауымға, оқытушылар қауымына, қазақ тілін оқытып жүрген адамдарға, әсіресе басқа аудиторияға оқытып жүрген адамдарға, мысалы қазақ азаматтарының өздері жалпылама сөйлеп жазуға қиналса, ал басқа ұлт өкілдері мүлдем қиналады, себебі олардың ана тілі емес қой. Сондықтан осындай курстарды мен ойлаймын, мынандай адамға қажетті келіп отырма курсқа, сол кісіге қажетті материалдарды оқытып, сол кісіге дағды қалыптастыру керек. Бізде дағды қалыптастыруды біз ойламаймыз. Дағды қалыптастыру навыки дейді мысалы, иә. Оның жазу дағдысы болмаса, оқу дағдысы болмаса, сөйлеу дағдысы болмаса, ол кісіге өте қиын болатын секілді. Сондықтан осындай орталықтар дағды қалыптастырумен шұғылдану керек. Рахмет сізге, Назигүл Тұрысбековна. Ендеше тағы да екінші сұрақ мындай, осы курстар жөнінде. Бір курс сонда неше ай, немесе неше апта жалғасады? Негізі бір деңгей, мысалы оқуға келіп отырған адам ауызекі стилінде сөйлей алады дейік. Ол Қазақстанда барлығы сөйлей алады ауызекі стилінде. Оған бір деңгейі керек. Бір деңгейін толық алып шығу үшін негізінен 72 сағат болу керек. 72 сағат дегеніміз аптасына 3 рет оқыса, ол 3 айды қамтиды. Немесе біздің тәжірибемізде, академияның тәжірибесінде бізде енді мемлекеттік қызметшілерді оқытып алу керек те, министрліктер мынандай сұраныс жасады. 2016 жылдан бастап біз өзіміз көрсеттік, презентация жасадық. Біз интенсивті оқыту деген бар.
Егер тілді үйренгісі келетін адам мысалы интенсивті түрде 36 сағат дейік, интенсивпен 36 сағат, таңертең сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін тек қана қазақ тілінің мәселесімен шұғылданса, интенсивті түрде 36 сағат. Ол интенсивті 36 сағатта 8 күн оқыса, мысалы 6 күн оқыса, өте жақсы сапалы білім алып шығады. Оны қалай оқимын деген адамға байланысты. Бірақ бізде неліктен кешкі курстар деп отырмыз, кешке дейін жұмыста жүреді. Интенсивқа егер мемлекеттік орган жіберсе, мен осыншама қызметшім бар, олардың деңгейлерін көтеру керек деп, онда интенсивті оқыту курстары да бар, 36 сағаттық. 72 сағат толық курс, 36 сағаттық бізде мынандай интенсивті курстар. Рахмет сізге. Ал енді Назигүл Тұрысбековна мына жерде жазып жатыр екен, біздің басқа да оқырмандарымыз Фейсбуктан және Инстаграмнан. Мысалы, мен мемлекеттік қызметші болмасам, қалай мен сіздердің курстарыңызды өте аламын? Және екінші сұрақ, қазіргі уақытта түгелі онлайн оқып жатыр, сіздердің курстарыңызда қазіргі күнде онлайн өтіп жатыр ма деген сұрақ. Рахмет. Қашықтықтан оқыту курстары, мысалы, бізде 2010 жылдан бастап академияның барлық бағыты бойынша қашықтықтан оқыту курстары бар. Өте жақсы курстар, платформалары өте мықты, мен оны мынандай мақтанышпен айта аламын. Бізде бір институт бар, кәсіби даму институты. Олар қашықтықтан оқыту курстарының авторлары, соның ішінде қазақ тілін оқытудың, мемлекеттік тілді оқытудың қашықтықтан оқыту курстары отыр. Соның ішінде толығымен латында бар бізде, латын графикасы негізіндегі ресми жазылым, содан кейін B1, B2 деңгейіндегі сөйлеу, жазу дағдылары. Неліктен біз дағды деп мен қайта айтып отырмын? Біз қазір көбінесе айтамыз, анау сөйлемейді, анау жазбайды, әсіресе көп, мысалы, бір неге қазақ тілін білмейді, айта береміз, барлық деңгейлерде ұрса береміз көпшілікті. Неше түрлі бір кейбір аудитория келеді, орыс тілді аудитория мүлдем басылып қалған. Оларды жұмыстарында да айтады, сен сөйлемейсің, сен осындай емессің, сен қазақ емессің, сен шала қазақсың, вообще сондай нәрселерге мен өте қарсымын, ондайды қою керек. Қазақстанның жағдайында біз ондаймен тек қана мәселені ушықтырамыз. Мен айтамын ғой, сізде дағды қалыптаспаған деймін. Сіздің аудиторияларыңызда дағды қалыптаспаған. Сол бүгін біз 8 сағаттың ішінде қанша семинарға уақыт беріледі, соның ішінде біз сіздермен дағды қалыптастырамыз деймін. Мен не істеймін? Мен олардың пассивте жатқан сөздік қорларын, ұялғаннан тығып тастаған ойларын, сөздерін, сөйлемдерін шығаруға тырысам. Бізде неше түрлі психологиялық бір жаттығулар бар. Содан кейін бізде көбінесе әр тыңдаушыға бағытталған мынандай нелер бар, әдістемелер бар, әдіс тәсілер. Сол арқылы өзіңіз көрсеңіз, бір 3 сағаттан кейін елдің бәрі пассивін оятып, барлығы тура мен қазақша мынаны да біледі екем, мен қазақша мынаны да біледі екем деген мынандай айғай салып отырады. Сондықтан сондай методикаларды көбірек қолдану керек деп ойлаймын. Дағды қалыптастыру керек. Дағды, навыки деген. Ол дағды болмаса, ешқандай алдыға жүрушілік болмайды. Сұрақтан ауытқып кеткен жоқпын ба, Өрке? Жоқ, мында бір сұраққа жауап беріп кетсеңіз, мемлекеттік қызметшілер емес адамдар біздің курстарға келе алады ғой? Кешкі курстарға есік ашық. Кешкі курстарға, мысалы, кешкі курстарға мынандай оқыту мекемелері де звондасып, хабарласып жатады. Сіздерге келіп, мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеруге бола ма? Сонан кейін ересек аудитория ассамблеядан жақын арада бір қоңыраулар шалынды. Біз қалай істесек, келіп оқысақ, бізге де дағды керек дейді. Көбіне барлығына дағды керек. Біз дағдылансақ дейді. Біз мысалы сөйлем құрастыра алмаймыз дейді. Олар енді мектеп жасынан кетіп қалған, жоғарғы ол біздің кінәміз секілді. Әдістемені дұрыс бермейміз де, мынандай тілдік құзыреттілікті көтермейміз. Оны тексермейміз, мониторинг жасау деген жоқ бізде. Жібереміз әйтеуір бір үлкен өмірге. Ал ол кісіде, мысалы, мәтін құрастыра алмаса, ол басқа біреуге өзінің кемшілігін көрсеткісі келмейді. Солай ғой? Ол көрсеткісі келмейді, одан да айтады, ой, мен орысшам керемет мықты, мен орысша жаза берейін. Бұл кей кезде мынандай аудиторияда отырады, айтады,
біз жаңа түсіндік. Вот в чем отличие построения предложений казахского от русского языков дейді. Мен сонда ойлаймын, неге бұл проблема ғой? Бұл үлкен проблема. Олар білмей тұр ғой сонда біздің қазақ тілінің сөйлемдерінің тұрақты екені, сонан кейін сөйлемнің атаудан басталатыны. Барлығы айтады, ресми стильдің жазылымы ерекшелігі бар өзінің, ресми стильдің жазылымының ерекшелігі. Жоқ, біз барлығына үйретіп қоямыз, сөйлем бастауыштан басталады, баяндауышпен аяқталады. Сонан кейін олар бастауышты іздеп отырады, сөйлем ресми стиль мен ғылыми стильде атаудан басталады, атау, наименованиядан басталады. Сонан кейін әрекет сөзбен аяқталады. Ол бір ғана сөз болуы мүмкін емес, баяндауыш. Мысалы, маған қазір сондай сұрақ қоя берсеңіз, мен әдістемеге кіріп кетемін. Сондықтан ойлаймын, қазір бір сабақ өткізіп жіберейік. Барлығын оқыта аламыз, кешкі уақытта барлығын оқыта аламыз. Бізбен сайттан телефондарды алып хабарлассın, содан кейін мүмкіндіктерді қарастырайық. Мен себебі көп сұрақтарға бірден жауап бере алмаймын ондайға, бірақ курс ұйымдастыруға дайынбыз. Рахмет сізге. Мына жерде біздің оқырмандарымыз, көрермендеріміз бір сұрақ қойып жатыр екен. Азамат Жұпарбеков деген біздің оқырманымыз, мүмкін ресми тест нәтижесі жалпы бағалауға әсер етпейтін болғандықтан, үміткерлер жазылымнан жалпылама тапсырып жатқан шығар, қалай ойлайсыз дейді? Енді биылғы жылы шында да әсер етпейді деп айтып жатырмыз, бірақ та мен ойлаймын, ол толыққанды бәрібір әсер етеді. Себебі қараңыздар, мен бағана сөзім басында айтып кеттім, академияда біздің тіл саясатымыз бар, тілдер бойынша саясат. Тек қана қазақ тілінде оқытып біз қоя алмаймыз, тек қана қазақ тілінде. Бізде үш тілділік саясатты біз іске асырамыз, себебі көптеген сарапшыларды біз шетелдіктен тартамыз, шетелдің ғалымдарын тартамыз, олар бізге көптеген сабақтарды оқиды. Бізде бар аудиториялар, маған өте ұнайды, мен өзім де қатысамын ол аудиторияға, ағылшын тілінде оқитын дәріс, ағылшын тілінде жүргізілетін тренингтар. Сонан кейін орыс тілді аудитория бар, қазақ тілді аудитория бар. Академияның тілдік саясаты бойынша, мысалы, қазақша оқып келген адам, ол өзінің барлық жұмысын қазақ тілінде тапсыра алады, қазақ тілінде дипломдық жұмысты жаза алады, жобаны қазақ тілінде қорғайды. Біздегі оқытушылардың барлығы үш тілді игеретін кісілер. Біздің кейбір аудиториямызда ағылшын тілінде сөйлесіп жатқан шетелдер болады, өзінің мәселесін ол ағылшын тілінде түсіндіріп жатады, себебі академияда шетелден келетін түлектер де өте көп, сондықтан олар шетел тілінде ағылшын тілінде түсіндіріп жатады. Орыс тілін қолданатын адамдар орыс тілін қолданады, бірақ та бізде бір өзіміздің пайыздық көрсеткіштеріміз бар. Сол пайыздық көрсеткіштерді барлығын орындап отырамыз. Ең алдыңғы орында, ең жетекші орында мемлекеттік тіл бізде тұр. Академия оны ешқашан ұмытпайды. Оны тек қана дамыта береміз. Біздің артықшылығымыз, біз өзімізде оқитын адамдарды, өзіміздің оқитын түлектерімізді, өзіміздің клиенттерімізді дейікші, ешқашан кемсітпейміз. Сен тілді білмейсің, сен осындайсың, мұндайсың деген секілді. Девелопменттеу көлемінде болсын, басқа да біздің мемлекеттік тілде жүретін клубтарымыз арқылы, қазақ тілі оқытушыларының сабақтары арқылы олардың кәсіби деңгейлерін көтеруге тырысамыз. Ендігі жылдан бастап мен ойлаймын, ол барлығы мынандай ресми түрде ескеріледі. Биыл бізде апробациядан өтіп жатыр. Биыл бізде бірінші жыл, сондықтан өзіміздің мүмкіндіктерімізді көреміз, оқуға түсіп жатқан түлектердің проблемаларын көреміз. Жалпылама мен ойлаймын, жалпылама мынандай ресми стильде техникасын, жазудың техникасын білетін адам жалпылама түрде жазбайды. Мен сұхбатты да тыңдап отырмын, сұхбатты айтқанда да көбінесе жалпылама айта салуға тырысады. Содан кейін екі нәрсе, мысалы мынандай бір нақыл сөз бар. Бүгінгі күні бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Неліктен автор бой мен ойды бір-біріне қарама-қарсы қойып алып тұр дегенді, енді сонда бой мен ойды айту керек қой. Бой жарыстыратын заман деген киім, әдемі жүру, бет түзеу деген, онымен сен ешкімді қазір қызықтыра алмайсың. Ой жарыстыратын дегеніміз ой керек, шешім шығару керек, көзқарасы. Соның өзін жалпылама жаза салады ғой. Мен ойлаймын, бой мен ой ол керек нәрселер адамдарға деген мен көрдім, сұхбатты солай жауап береді. Сұхбатты қойып отырып. Онда мен бірден тыңдап отырған сарапшылар ойлаймын,
Мына кісі жалпылама ойлауды ғана қалыптасқан адам деп. Егер жалпылама ойлау қалыптаспаса, ол кісі бәрібір аргументті жеткізеді ғой. Бой дегеніміз осылай, ой дегеніміз осылай. Бүгінгі күн шында да қоғам осылай. Әлгі орыстарда бар ғой, по одежке встречает, по уму провожает. Еще қай заманнан бар ол? Дәл сол ғой, бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Ойың озық болу керек, ойың дайын болу керек, ойың дәл болу керек. Сонда айтпайды ғой, сонда жазбайды. Сондықтан мен ойлаймын, енді оқуға өтсе, ол кісілер енді жалпылама жазудан кетіп, нақты аргументті сөйлемдермен жазуды игереді деп ойлаймын. Бізге оқуға түсетін түлектердің бәрі оны игереді. Айтады, мен осы уақытқа дейін осылай екен ғой, мен неге мәтін құрай алмаймын десем, құрастыра алмаймын десем, осындай проблемалар бар екен ғой, рахмет сіздерге деп айтып жатқан біздің тыңдаушыларымыз өте көп, онымен біз мақтана аламыз. Рахмет сізге. Мына жерде уже сұрақтар бітіп қалыпты. Енді біздің эфиріміз 40 минут болды жүріп жатқанына. Осы эфиріміздің соңында айтарыңыз тағы да бар ма, Назигүл Тұрысбековна? Мен ойлаймын, тіл, қазақты қазақ ететін үш нәрсе бар. Біріншісі ол біздің тіліміз, екінші нәрсе біздің ұстанатын дініміз, үшінші нәрсе біздің діліміз. Сондықтан барлық тілдерді бүгін білу керек. Ағылшын тілінде білу керек, орыс тілінде білу керек. Себебі біз орыс тілінен ешқайда кетпейміз. Қаншама өзіміздің тәжірибеміз бар, 70 жылдың ішінде жинақтаған. Біздің озық ойларымыз бар. Алайда қазақ тіліне деген патриоттық сезімімізді өзіміз қалыптастыруымыз керек. Қазақ екенімізді ұмытпауымыз керек. Ал қазақ екенімізді біз тек қана тіл арқылы дәлелдей аламыз. Тілдік құзыреттілік деген содан шыққан. Сіз қандай құзыреттілікті маман болсаңыз, егер аздап тілге мынандай қиналып тұрсаңыз, сөйлеуден акцент дейміз, сол білініп тұрса сөзіңізден, ол енді ұлтқа келетін ұят нәрсе деп ойлаймын. Ұлтқа келетін кішкене өзіңіздің басыңызда санаңызға келетін бір олқылық деп ойлаймын, дағды қалыптаспау деп ойлаймын. Сондықтан әдістемені академия, әсіресе ересек адамдар үшін әдістемені біз мынандай қалыптастыра берейік, сіздердің әдістемелік деңгейлеріңізді көтере берейік. Мен ойлаймын, тілді оқу керек, бірақ түсіне оқу керек, дағды қалыптастыру керек. Ақерке, сізге көп рахмет, сұрақтарыңызға рахмет. Рахмет сізге, Назигүл Тұрысбековна, керемет эфир бүгін болды. Түгел сұрақтарға сіз өте нақты жауап бердіңіз. Осымен біздің эфирімізді тамамда көстіп аяқтайық. Қазір біз Фейсбуктан шығамыз. Сіздерге көптен көп рахмет, оқырмандар, көрермендер. Біздің осы бүгінгі жазылыммен, тікелей эфирдің жазылымымен өздеріңіздің парақшаларыңызда бөлісіңіздер. Енді сіздерге көптен көп рахметімізді айтамыз. Сұрақтарыңыз бар болып жатса, тағы да комментарий немесе мессенджерға жазыңыздар. Немесе осы эфир біткен соң біз бұл жазылымды Instagram парақшасына IGTV-ға орналастырамыз. Сол жерге де өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазуға болады. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.